Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қытырлап тұратын, дәмі ауыздай салсаң ерейтін, өте дәмді болып шығатын қатпарлы самсаның рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге үйреніп алыңыздар. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің алғаш шыққан видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Үстіне бір шай қасықпен уксусты қосамыз да тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алып, үстіне ерітілген сары майды құйып аламыз. Содан соң жаңағы тұзды суымызды құйып, барлығын араластырып қамырымызды едетін боламыз. Құрамындағы заттарын толықтай описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Бізде тығыздау қамыр пайда болады. Ешқандай ұнды мөлшерден артық қоспаңыздар, қамырымызды жақсылап илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз бір келкі тығыздау қамыр болады. Енді осы қамырды қайта жақсылап илейміз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы шығатын болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Бір жарты сағат көлемінде июі қанғанша қалдырамыз. Одан соң қайтадан алып, қайтадан жақсылап илеп жібереміз. Неғұрлым қамырды жақсылап илесеңіздер, соғұрлым біздің қамырымыз теп-тегіс болып шығады, әрі жайылғанға да ыңғайлы болады. Енді зуаламызды теңдей етіп екіге бөліп, біреуін маечкаға салып аламыз да, екінші бөлігін жақсылап жаятын боламыз. Ол үшін алдымен ұнымызды себе отырып, қолымызбен осылай жасап аламыз. Міндетті түрде осылай бірінші жасап алыңыздар, содан кейін қана оқтауменен жаямыз. Басында мен оқтаймен барлығын бір кекі қылып тегістеп аламын. Кейіннен кейін кішкене ұнды себе отырып оқтаумен жаятын боламын. Оқтаудың екі шетін баса отырып жаямыз, қатты салмақ салмаймыз. Біздің қамырымыз өте теп-тегіс әдемі болып жайылады, себебі июі қандырып қайта илеп алдым. Сіздерге де кеңесім, оқтаумен жайған кезде тура оқтаудың екі шетін баса отырып жайыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз теп-тегіс болып шығады, әрі домалақ формасын сақтайтын болады. Қамырымызды барынша жұқа қылып жайып аламыз. Егер де жабысып жатқан жағдайда арасына кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды жақсылап жайып алатын боламыз. Бізде қамырымыз жұқа болуы қажет, сондықтан мұқият жақсылап жайып алыңыздар. Мінекей достар, қамырымызды барынша жіңішке қылып жайып алдым. Қараңыздар, өте жұқа болды. Астындағы суреттері көрініп тұр. Енді бетіне осының ерітілген сары майды құйып, жақсылап бір кекі қылып тегістеп жағып шығатын боламыз. Менде сары майдың проценті 82%. Осылай жағып шығатын боламыз. Бірінші шет-шетіне тимеген жағдайда, дәл видеодағыдай мен сияқты жасаңыздар. Екі шетінен ала отырып, осылай ортасына қарай майдың үстіне қоямыз. Сол кезде біздің майымыз бір кекі болып жайылады, әрі бүкіл жерге жағылатын болады. Барлық жерге майымызды тегістеп жағып аламыз, және екінші зуаланы да дәл солай жұқа қылып жайып алыңыздар. Осы жаққаннан кейін майды екінші қамырды осылай оқтаудың көмегімен бір кеке қылып жаңағы қамырдың үстіне қоямыз. Қайтадан арасына сары майды жағамыз. Бір кекі қылып әдемлеп жағып алыңыздар. Мінекей барлығын жағып әдемлеп болғаннан кейін енді қамырымызды орайтын боламыз. Сіздерге түсінікті болып жатса, комментарий бөліміне, түсініксіз болса, комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Енді қамырымызды тығыздап ораймыз, арасына ешқандай ауа қалмауы қажет, сондықтан мұқият жақсылап тығыздап орап аламыз. Орап алғаннан кейін дәл видеодағыдай осылай қайтара отырып, осылай тығыздап қамырымызды дайындайтын боламыз. Енді жарты сағат көлемінде морозильникке маечкаға салып қалдырамыз. Оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Менде фарш, пияз және кішкене құйрық майды салдым. Майлы болуы үшін әдемі дәм беретін болады оның үстіне. Қара бұрыш тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал оған дейін біздің қамырымыз холодильникте тұрды. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Енді қамырымызды шетінен осылай міндетті түрде өлшеп алыңыздар. Егер самсаларыңыз бір келкі болып әдемі шықсын десеңіздер, осылай 40-50 граммнан өлшеп алсаңыздар болады. Қараңыздар достар, біздің қамырымыздың арасы өте қатпарлы, өте бір келкі болып
шықты. Енді самсаларымызды жасайтын боламыз. Алдын ала осылай барлығын дайындап аламыз. Сосын самсаларымызды жасайтын боламыз. Бізді осылай жайған кезде ешқандай ұн себудің қажет етпейді. Ешқандай ұнды сеппей-ақ осылай барынша шіңішке қылып жайып аламыз. Енді түйілу әдісін көрсетейін. Дәл видеодағыдай мен сияқты екі шетін біріктіріп алып және екі шетін тағы да осылай орап аламыз. Қазір тағы да жақыннан көрсететін боламын. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай жасап аламыз. Барынша жіңішке қылып, арасына начинканы салып, екі шетін басып қоямыз. Мұқият қысыңыздар, ешқандай шығып кетпеуі қажет. Мінекей барлығын осылай жасап аламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, міндетті түрде қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді барлығын дайындап болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Бетіне әдемі сән беру үшін мак немесе күнжіт сеуіп 180 градуста қызып тұрған пеште салып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің самсаларымыз пісіп шықты, өте әдемі, өте біркелкі болып шықты. Дәл осылай ерекше самсаны жасап көріңіздер. Басқа самсаларға қарағанда осылай жасалуы да ерекше. Сырты қытырлап тұрады. Міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап, отбасыларыңызды, үйлеріңізге келген қонақтарды қуантыңыздар. Және де достар, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.